Адамдардың оны пайдалануына байланысты заманауи технологиялардың жақсы және жаман тұстары бар. Кей адамдар TikTok арқылы жәннатқа азық жинауда, ал басқа біреулер сол TikTok арқылы тозаққа отындарын жинауда. Елестетіңіз, сіз дүниеден өткеннен кейін не нәрсені қалар едіңіз? Біздің көптеген бауырларымыз, қарындастарымыз, көбінесе қыз балалар сол TikTok, Instagram арқылы көпшіліктің алдында тәндерін жартылай жалаңаштап билеп жатады. Сондай бір уақыт келеді, әйелдер өздерін көрсеткілері келетін болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан болатын. Қазір сол нәрселерді байқап жатырмыз. Адамдардың үлпілдері үшін, сұлусын, кереметсін деген сөздерді есту үшін неше түрлі би билеп жатады. Алла бізді ондайдан сақтасын, барша жамандықтан қорғасын. Бұл қыздарымызға внимание жетіспейді. Өздеріне назарларды аударту үшін неше түрлі нәрселерді жасайды. Үстіндегі киімін шешіп, жартылай жалаңаштанып, денесін дірілдетіп, түрлі құбылтып қозғап билейді. Басқалардың «Вау, сұлусың, әдемісің, енді бұлай істеші» дегендеріне қуанады. Қарындасым, сенің бұл нәрселерің ертең саған мұра болады. Сен дүниеден өткеннен кейін бұл видеоларың сақталып тұра береді. Ал сен қайда боласың? Сен Алланың алдында боласың. Сол кезде бұл видеоларың саған көмек береді ме, қарындасым? Бұл видеоларың саған пайда береді ме едім? Алла кемшіліктен пәк. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мына бір хадисін айтқым келіп отыр. Бұл өте маңызды хадисте тозақта жанатындардың қатарында көрсету үшін киінген әйелдер болатынын айтқан. Киімді жалаңаштар. Осы туралы естіп едіңіз. Сен үстіне бір нәрсені іліп алып, оның ар жағындағысын көрсеткің келеді емес пе? Нені көрсеткің келеді? Бет әлпетіңді ме? Фигураңды ма? Киімдеріңді ме? Түсінесіздер ме? Менің бұл нәрсені өз ойымнан алып отырғаным жоқ. Бұл хадисте айтылған. Сен тым тар нәрсені жабыстырып киіп алғансың, немесе ашық-шашық киінгенсің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы сөздерді бұндай нәрсе жоқ заманда айтқан. Осы сенің артында қалайын деп жатқан мұраң. Адамдар саған қарап қызығуы мүмкін. Парақшаңа тіркеліп алады. Сен әуретіңді ашу арқылы басқаларға көрсету арқылы күнәңді тіпті еселеп жатырсың ғой. Білесің бе, қарындасым? Сен дүниеден өткеннен кейін де парақшаңды қараушылар арқылы күнәларың арта береді. Бұлай көпшілік істеп жатыр деуің мүмкін. Я, бірақ ертең әркім өзіне жауап беретін күн келеді. Шайтанның азғыруына алданба. Әдемісің, сұлусың дегендерге рахмет деп видеоларды үсті-үстіне жүктеуді доғарыңдар. Жас жігіттер, сендерге айтарым, бұндай видеоларды қарамаңдар. Екеуінде күнәға қаласыңдар. Жалаңаштарға қараудан көзіңді сақта. Қыздардың фотоларына бейтаныс біреу машаллах деп жазып кетеді. Алла сақтасын. Бұл қаншалықты дұрыс? Артында қандай амал қалдырып барасын ойлан. Тек қыздар ғана емес, бұл қыздарға қарап пікір қалдырып үліпіл басып отырған еркектер де күнә жинайды. Жаман істі жақсы қылып көрсетуге атсалыспаңыздар.